Баршаңызға ассалаумалейкум достар. Бүгін сіздермен бірге сметанник бәліштің рецептісімен бөлісем. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Оған ұнның үстіне қант, қопсытқыш салып, бәрін біркелкі болғанша дейін араластырамыз. Содан соң қатып тұрған майды салып, бәрін үгітеміз. Видеода көрсетілгендей бізде осылай болып шығу керек. Содан соң жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 10 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді бәліштің салмасын дайындаймыз. Салмасына қаймақ керек. Қаймақтың үстіне қант, жұмыртқа салып, бәрін жақсылап араластырып шығамыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Енді дайын формамызға қамырымызды жайып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бізде бортиктары болу керек. Енді дайын қамырымызға салмамызды толықтай құйып шығамыз. Бәлішімізді 180 градуста 45-50 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің сметанник бәлішіміз дайын. Ол ішінде осындай болып піседі. Ол өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Мен отбасыма бұл бәліш өте қатты ұнады. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумалейкум.